Ассалаумағалейкум балғын. Бүгінгі Алпсоғар арнасына қош келдің. Бүгінгі жекпе-жектің болмай қалғанын бәріміз білеміз. Сен салмақ жасай алмай қалды деуде. Сен қанша килограмм жасай алмай қалдың және не үшін жасай алмай қалдың салмақты? Сол туралы айтып жіберсең. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Өкінішке орай бүгін таңертең салмақ жасау сәтсіз болды. Біріншіден біз күнде денсаулық жар бермеді. Бәлкім ауа райына үйірілесе алмадық. Оның үстіне ұзақ жол жүріп келдік. 8 сағат, 8,5 сағатқа таяу ұштық. Ішкі Қытайдан бері қарай. Сол себептермен шығар бәлкім салмақ түсіру біраз қиын болды. Балғын, сенің қарсыласың Самусов. Сен туралы нағыз кәсіби жауынгер емессің, чемпиондыққа лайық емессің. Егер чемпиондыққа лайық болсаң, бүгін салмақ жасау керек едің деген өзінің сұхбатында солай айтқан болатын. Оған сен не айтасың? Ол енді бүгін салмақ жасай алмау бұнда салмақ жасай алмау менің қателігім болып тұр. Бірақ та мен сол салмақ жасалмайтын болған кезінде таңертең оған хабарласып, екеуміз келісіп, мен айттым келісіп, екеуміз шығайық деп. Ол да мақұлдығын берген, ол да салмағын түсіргісі келмей. Ол және менен 700 грамм жоғары тұрған болды. Сен 700 грамм жоғары болсаң да түсірмей қой, екеуміз шығайық деп айтқан болатын. Бірақ артынан Лега бізге қосылмады. Найза салмағымызды түсіріңдер деп екеумізге сондай не бұйырды. Бірақ та мен және де денсаулығым маңызды болған соң мен түсіре алмадым. Ал енді ол салмағын түсіріп кетті. Ал енді Николайға келсек, 8-ші айда бұйырса Найза Легасы Қытайда өтетін болып жатыр. Егер Қытайда өтіп жатса, сол Қытайда тосам, сен де сол мен күнімді кешіп, сол 7-8 мың километр басып Қытайға барып, менімен шықсаң, сонда білетін боласың. Тамаша, рахмет. Николай, сен бірінші ұсынысты тастаған сен ғой, денсаулығың болмағаннан кейін. Сол кезде Николай қазіргі айтқанын Николай сол кезде айтты ма? Балғын, жоқ, келіспеймін. Сен дейтін салмақ таста, чемпиондыққа біз таза қуымыз керек деп айтты ма? Әлде саған келісті ма Николай? Мен оған хабарласқанда бірден келісті өзі. Николай телефон берген, бірден келіп болды. Осындай болсын, мен деді айтайын, екеуміз бірге айтайық деп келісіп, екеуміз шығатын болып келіскенбіз ғой. Бірақ енді Найза осы неде қағидасыға қатаң болып бізге рұқсатын бермеді, сондықтан енді осылай болды. Түсінікті, рахмет. Балғын, Инстаграмда, әлеуметтік желілерде сені қорқып қалды дейді. Сен қарсыласыңнан көбі қорқып қалды, нағыз чемпиондыққа лайық емес. Бұл туралы өзің не айтасың? Ол енді солай жазып жатқандар да бар, бірақ та мен бұл бойға шыққым келмесе, мен ақтауға сонша алыстан 7-8 мың километр жол басып келмейтін едім. Және бүйтіп соншама тер төгіп, даярлығым бар, соның алдында жасаған. Олардың бәрін менде де бүгінге дейін еңбегімде еш қылғым жоқ. Бірақ енді денсаулық солай болып қалды, енді салмақ түсіру сәтсіз болды. Сондықтан енді бұл нені ұстап, алай болды, мындай болды, сен шыққың келмеді, қорықтың анамына дейді. Енді маған тағы да енді бұйырса орай бар деп ойлаймын, 8-ші айда Қытайда кезігеміз деп ойлаймын. Тамаша. Сосын, салмақ жөнінде тағы да сұрақ қойсам, салмақ қуғанда осында келгенде қанша килограмм салмақ қудың? Осыған айып, қаншаға дейін түсе алдың? Өйткені көп комментарийлер Ақтауға сені келіп, ешқандай салмақ қумай, тек мен салмағым түскен жоқ, Найзадан отказ берем деген сияқты. Кейбіреулер солай жазып жатыр пікірлерді, комментарийлерді. Сол туралы не айтасың? Сен ешқандай салмақ қумады, қанша килограмм болды, ол туралы ақпарат ешқайда жоқ деп жатыр. Оны енді жазып жатқандар мен қасында жүріп жатпаған соң білмейді. Ол мен қандай осы бойға қаншама тер, қаншама еңбегім бар екен, олар бәрі біліп көріп жатпаған соң жаза береді. Соңғы күні 4 килограмм қууға келді. 4 килограмм қудың ғой сен, да?
1,5 килограмм жетпей қалды, иә? 1,5 килограмм жетпей қалды. Мгм. Алдында осы жарысқа даярланып жүрген кезде әдеттегі салмағым 76-77 сондайларда болды. Соған ақырын өзім күнделікті жейтін тағамдарым сөйтіп ақырын тартып келгем енді. Бірақ та соңғы күні жағдай басқаша болды. Себебі банияда жүрек қысты, мысалы ішкі құрылыстарым біраз мазасыз болды. Үйреніспеді, да? Үйреніспеді. Ең соңғы салмақта осы жүрегім қысып неған соң менен тер шығуы азайып, соңында 20 минутта отырғанның өзінде де тер шықпай қалды. Сондай жағдай болды.